Екінші сынып 122 сабақ тіктөрт бұрыштың шаршы үшбұрыштың периметр табу формулалары. Сабақта үйренедік. Тіктөрт бұрыштың шаршының және үшбұрыштың периметр табу формулаларды қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Жауабы мен тапсырманың өзі көрсетілді. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада да жауабы мен тапсырма көрсетілді. Үшінші тапсырма. Бұл бізде кестеде тұр. Тапсырма мен жауабы. Содан кейін бізде бұл ереже. Төрт бұрыштың периметрін табу формуласы П тең А қосылған В көбейтілген 2 мұндағы А төрт бұрышты қабырғалардың ұзындығы Б ені. Шаршының периметр табу формуласы П тең А көбейтілген 4 мұндағы А шаршының қабырғасы. Келесі төртінші тапсырма. А тең 6 сантиметр, А тең 7 дециметр, А тең 9 дециметр деп алып шаршының периметрін табу. Міне жауабы. Бесінші тапсырма. Суреттердегі үшбұрыштың периметрін табу жолын түсіндір. Шешуі 2 қосылған 3 қосылған 4 тең болады 9. Үшбұрыштың периметрі 9 сантиметр. Алтыншы тапсырма. Қабырғаларының ұзындығы А, В және С-ға тең үшбұрыштың периметрін тап. П тең А қосылған В қосылған С. Үшбұрыштың периметр табу формуласы П тең А қосылған В қосылған С. Ондағы А, Б, С үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы. Жетінші тапсырма. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 5 сантиметр. Қалған екі қабырғасының әрқайсысында ұзындығы одан 2 есе артық үшбұрыштың периметрін тап. Периметр тең 5 сантиметр қосылған 5 сантиметр көбейтілген 2 қосылған 5 сантиметр көбейтілген 2. 5 сантиметр қосылған 10 сантиметр қосылған 10 сантиметр тең болады бізде 25 сантиметр. 8-ші тапсырма. Әсем ас үйдің қонақ бөлмесіне және дәліздің ұзындықтарын өлшеді. Ас үйдің ұзындығы 3 метр, дәліздің ұзындығы одан 2 есе артық. Ал қонақ бөлменің ұзындығы ас үй мен дәліздің ұзындықтарын қосқандағы ұзындыққа тең. Мына өрнектер нені білдіретінін түсіндір. 3 көбейтілген 2 азайтылған үтір қосылған 3 көбейтілген 2. 3 көбейтілген 2 дәліз ұзындығы 3 қосылған 3 көбейтілген 2. Қонақ бөлме ұзындығы 3 2 6. 3 қосылған 3 көбейтілген 2 9 сантиметр болады. 9-шы тапсырма. А тең болады 5 сантиметр, ал В тең болады 4 сантиметр деп алып тіктөрт бұрыштың периметрін тап. Әсі А тең болады 8 дециметр деп алып шаршының периметрін тап. Асы периметр тең А қосылған В көбейтілген 2 тең болады 5 сантиметр қосылған 4 сантиметр көбейтілген 2 тең болады 9 сантиметр көбейтілген 2 сантиметр 18 сантиметр. Әсі периметр тең 4 көбейтілген А 4 8 32 дециметр болып саналады. 10-шы тапсырма. Шаршы 4 бірдей шаршыларға бөлінген. Егер үлкен шаршының қабырғасы 6 сантиметр болса, кішкентай шаршының периметрі нешеге тең.
Периметрден 4 көбейтілген А 4/12 жауабы 12 сантиметрге тең. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Дайын үй жұмысы каналы.